беру мазмұнын ойлауды өзгерту керек. Ең алдымен жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі миссиясы білімді, алған білімін өмірде қолдана алуға негізделген. Функционалды сауаттылық. Иә, функционалды сауаттылыққа негізделген. Яғни біз кейде айтып жатамыз ғой, бала мектеп бітіреді, содан кейін өмір басталады, жаңа қадам, жаңа жол деп жатамыз, иә. Бір соған дейін бала өмір сүрмегендей. Ал бала кішкентайынан өмір сүріп жатыр, ол мектепте де өмір сүріп жатыр. Біз кейде сол мектептегі өмірін өмір деп санамайтын сияқтымыз. Бәрін біз дайын күйінде береміз, түсіндіріп береміз. Тағы мынадай бір сөз бар, түсіндіріп берген білім ой туғызбайды дейді. Ал біз мектепте бәрін түсіндіріп беруіміз, біз жақсы сұрақтар қою арқылы, ой түрткі жасау арқылы, ойлауын дамыту арқылы өмір сүруге үйретуіміз керек деп ойлаймын. Ал жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі астарында